Наурыз мерекесінің дүбірі ұлан асыр көкпар тойына ұласты. Ұлттық ойынды ұйымдастырудағы басты мақсат жастарды ат өнеріне біршама жақындату болатын. Толығырақ тілші материалында. Көкпар екі турдан тұрды. Біріншісі командалық ойын болса, екіншісі жаппай көкпар ұласты. Айта кетейік, ұлттық ойын Мақтаарал аудандық спорт бөлімі және жастар орталығының бірлесе отыруымен ұйымдастырылған. Ұйымдастырушылар бүгінгі көкпардың өзге көкпарлардан айырмашылығы ойында бас назарда жастар болғандығын айтады. Өздеріңіз көріп отқандай, ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы қарсаңында арнайы елбасымыздың ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында мынау атқа міну, одан кейін мынау жылқы атаулының бізге адамзатқа деген жақындығын кеңінен насихаттау, спортты насихаттау. Себебі жылқының үстінде адамның барлық мүшесі қимылдайды. Ол денсаулыққа тікелей пайдалылығын соны жан-жақты насихаттау мақсатында өзіміздің аудан жастары арасында арнайы бірінші командалық көкпар болып отыр. 4 өңірінен іріктеліп, 4 командалық көкпар, одан кейін жаппай көкпар. Бұл жерге әуес қойлар да бар қатысып отқан. Одан кейінгі өзіміздің бағана жұмысшы жастарды қамтығамыз. Солардың арасында бұл енді қазір себебі мезгілі өзі көкпардың мезгілі бітіп отыр. Бірақ дегенмен ендігі маусымда тұрақты түрде көкпарды өткіземіз деп айталам. Себебі оны басшылықта қолдап отыр арнайы аудан әкімі Бақыт Насырханұлы. Ұлттық ойынға барын сала келген көкпаршы жігіттер бүгінгі ойында аянып қалмайтындығын жеткізді. Өйткені ұлыстың ұлы күнінде өткізіліп отырған шара ат үстінде жүрген ер атаулыға сын дейді. Ойын бар жалпы жақсы. Мынау қазақтың мерекесіне ойын жақсы ұйымдастырылып жатыр. Осы ауданаралық жарыс болып жатыр. Бұл жерде жарыста ойнап жатыр. Ойын жақсы өтіп жатыр. Қазақтың наурызында. Дайындық жақсы. Бұл астымыздағы осы командадан шауып жүрген ат. Осы сызықтан шықпайтын. Осындай ыңғайлы, сондай жайлы. Осы күнде қазағымыздың көкпар жолымен жігіттер аман болсын. Қазағымыз аман болсын. Көкетқан патшамыз аман болсын. Сондай-ақ көкпаршы жігіттер ойыннан соң келушілерге ат өнерінің қыр-сырын таныстырды. Ал шара соңында жеңімпаз азаматтар өз сыбағаларын алды. Бекболат Сатуов, Рысбек Өтепберген, ақпарат, Мақтаарал ауданынан.